оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бір таңбалы сандарды ондықтан аттап қосу кестесін құру, білу және қолдану. Сабағымыздың мақсаты бір таңбалы сандарды ондықтан аттап қосу кестесін құру. Қосу амалын қолдану арқылы есептерді шешу. Балалар, бүгінгі сабағымыз біздің есептерді шығарған кезде шапшаңдықты, ширақтықты бірінші болуды қажет етеді. Сондықтан сіздерге бүгін кім бірінші деген ойыннан бастағым келіп тұр. Алдымен мына жерде сіздердің есімдеріңіз жазылған қағаздар бар, Ернұр, Айзере. Бұл қағаз нені білдіреді? Яғни сіздердің есімдеріңіз, мына жерде әріптер жазылған. Осы әріптерден сіздерге түтікшелер арқылы әріптерді алып, өздеріңіздің есімдеріңіздің үстіне қоясыздар. Жарай ма? Мысалға көрсететін болсам, Ернұр дегенде бұлай дзу, сен дзуінен қоясың, жақсы ма? Түсінікті ме бүйтіп, Міне. Балалар, оң көлемдегі қосу кестесін мұқият жаттап алайық, есімізде сақтайық. Егер санға бірді қоссаң, онда келесі сан шығады. Бірге бірді қосқанда неше болады? 2 болады. Егер саннан бірді азайтсаң, онда алдыңғы сан шығады. 2-ден бірді азайтқанда неше шығады? 1 шығады. Жарайсыздар. Егер санға 0-ді қоссаң, істейді сол санның өзі шығады. 2-ге 0-ді қоссаң, 2-нің өзі шығады. Жақсы. Егер саннан 0-ді азайтсаң, сол сан қайта шығады. 2-ден азайтасың 0-ді, сен болады. 2 сол санның өзі шығады. Балалар, қосылғыштардың орнын ауыстырғанмен қосындының мәні өзгермейді. Осыны мұқият есте сақтаймыз. Жарай ма? Балалар, бүгінгі сабақ бойынша ендеше мен сіздерге тапсырма берем. Жекелей тапсырма берейін. Бірінші қосылғышты тауып жаз дегенді Айзереге беремін. Екінші қосылғышты тауып жаз дегенді Ернұрға беремін. Өзіміз мұқият орындаймыз және мен сіздерді тексеретін боламын. Білей ма? Сегізге нешені қосқанда 10 шығады. 10-нан 8-ді азайтқанда неше, Ернұр? 10 таяқшаны шығаш, 10 таяқша шығара о. Неше болды? Сана. Дауысын шығарып сана. Неше әлі 10 болған жоқ қо. Неше қосамыз жете 10 болу үшін. 3 таяқша шығара ғой, 3 таяқша. Осыдан 8 таяқшаны азайып. Неше қалады сонда? Неше қалды? 2 қалды, жарайсың. 8-ге 2 қосқанда 10 болды, жарайсың. Айзере, сен қай жерге келдің? Жарайсың. Сенде бірінші қосылғыш тауып жаз дейді, қай санды 3-ке қосқанда 10 болады. Алдыңғы қосылғы бірінші қосылғыш тауып үшін 10-нан 3-ті азайтшы, неше болады сонда? Таяқшаның көмегімен қолдануға болады, немесе? 7 жарайсың. Қоса жаза ғой. 7-ге қосасын 3-ті тең болады 10. Сергіп алу мақсатында балалар нейро жаттығу жасайық.
яғни мына жерде сандар тұр, иә? Саусақтар арқылы сандардың үстін басамыз. 1, 2, 3 шығарамыз, иә, саусағымызды. 4, 5 деп. Жарай ма? Осылай үстерінен сандардың үстін басып отырып, шапшандықта тез-тез орындауымыз керек. Ал кәне бастаймыз. Кеттік. Жарайсың. Қайтып басынан баста. Түсіндік пе, Ернұр? Кеттік басқа бірге. 1, 2, 3, 4, 5. Міне, 1, 2, 2, 1. Осылай, иә? 2, 3 деген сияқты. Түсінікті ме? 3, міне 3, 4, сосын 4, 5 деген сияқты. Тездетіп, түсінікті ме? Ал кәне. Қара отырып, о. Жарайсың, Айзере. Жарайсың. Ернұр, давай, тез. 4 және 5. 4. Балалар, бұл жерде сандар басырылған. Сіздерге қазір түтікшелер беремін. Сор арқылы кім шапшаң табады? Яғни өздеріңіздің түтікшені үру арқылы қай санды көріп тұрсыз, тез айтамыз, иә? Кім шапшаң деген ойын. Жақсы ма? Неше айтамыз? 10. Иә, тез. 1, иә. Нешені шығардың? Тез айтамыз. Үру арқылы ұстамамыз. Ернұр, неше? Аш, дұрыстап аш көрінсін. 9. Орам жапырақ, иә? Орам жапырақ неше санымен берілген? 3 санымен. Яғни, мына жерде 3 тұрады. Иә, қызанақта неше сан тұр? Иә, яғни 3-ке 1-ді қосқанда тең болады. 4, осы сияқты келесі тапсырмаларды өздеріңіз жекелей орындайсыздар. Жақсы, Ернұр. Түсінікті болып жатыр ма? Иә. Неше? Мына жерде неше тұру керек? 6. Қосылған неше? 1, 2, иә. 6-ға 2 қосам? 8, жарайсың. Бүгінгі балалар, бүгінгі сабақты түсінікті болу үшін ендеше тақтадағы сіздерге көрнекілікте берілді, иә? Бүгінгі сабақты тағы да пысықтау мақсатында келе ғой. Ернұр, сен шыға қойшы тақтаға. Суретте көріп тұрсын қай сандарды? Яғни, бір таңбалы сандарды көріп тұрсын, иә? Бұл жерде бір таңбалы сандарды. Мысалы, 1-ге 1-ді қосқанда неше болып дедік жаңа? 2, жақсы. Суретте неше балапан? 2, жарайсың. Саусақпен көрсетші 2-ні. Жарайсың. Суретте неше алма? 3. Көрсетемін саусақпен? Жарайсың. Суретте неше көбелек? 4. Суретте неше саңырау құлақ бар? 7, иә. Суретте неше балық бар? 8 болды, жарайсың. Балалар, бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Бүгінгі сабақтан не үйрендік? Бір таңбалы сандарды ондықтан аттап қосуды үйрендік пе? Иә, ендеше сонда біз нені білдік? Яғни, бір таңбалы санға бір санды қосқанда одан кейінгі сан шығатынын білдік пе? Бір таңбалы санға азайтқанда одан алдыңғы сан шығатынын білдік пе? Жақсы, бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Қатысқандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды.